қатысушы қонақтар, бүгін тарихқа тағзым атты біздің шарамызды дөңгелек үстел форматында өткізуге отырмыз. Бүгінгі шарамызға арнайы шақырылып отырған қонақтарымыз бар. Ауылымыздың ақсақалдары, зейнеткер ұстаздар және біздің тарих және тіл мамандары, сонымен қатар оқушыларымыз бар. Бүгінгі тарихқа тағзым шарасында негізгі біздің ата-бабаларымыз, батырлар, билер, шешендер, халық ақындары мекен еткен олардың шығармалары мен өмірлері туралы қысқаша баяндау және сонымен қатар Жарма ауданында Сыбанның Байғара тобынан шыққан 17 ақын туралы би шешендердің, ақындардың ізбасарларында еске алу. Бүгінгі тарихқа тағзым шарасындағы ең алдымен оқушыларымыздың арнау өлеңдерімен бастасақ. Отаным ар ұждарым, ой тұмарым. Отаным ыстық мекен, киелі жерім. Сенде туып, сенде көктеп ер жетемін. Үшбиікте туылып өскеніме әрдайым мен мақтан тұтып жүремін. 17 ақын туған бұл киелі өмір. Ата-баба жолын қуар небір дүл-дүл. Шешендікпен ақындықты тең ұстаған, әулие шешен билер сүрген өмір. Шексіз сүйіп өтемін мен ауылымды, қалай сүймей өтейін отанымды. Сүйемін оның орман көлі тастарын, сүйемін оның көгілдір ашық аспанын. Жер ұйығым, өсіп өнген мекенім, ыстық маған сенің әрбір түндерің. Бақыттымын сенде ойнап жүргеніме, бақыттымын сенде өмір сүргеніме. Ақиық ақын Ақтайлақ, шырайлы шығысымның шешен биі, қара қырды қақ жарған әділ биі. Мәңгі есте қаласыз сіз өнегемен, қайталанбас тұлға таңған елдің биі. Үшбиіктің ұлы биі Ақтайлағы, өз жерімнің көсемі асыл нары. Мақтанамын мен осындай тұлғамен, ғасырының атақтысы Ақтайлағым. Әділ төрелік айта білген қашанда, 17 жасынан би болған ол заманында. Өсиет өлең ұрпағына қалдырып, үздіктердің үздігі болған ғасырында. Келесі енді киелі өмір, 17 ақын туралы ойымызды өрбітетін болсақ, Ерғали Қабайұлы, өзіңіз. Ал енді шындығына келгенде, халыққа ие болып отырған билер болған. Сол жаңағы 17 ақын деп біздің өңірде бір ерекшелеп айтқанда, оның әрқайсысы ақын ғана емес, әрі би болған. Халыққа үлгі болған. Халықты дұрыс жолға бағыттап, рухын көтеріп отырған. Нар дауысты Нарымбай, қу дауысты Құттыбай, Байғара би, Ақтайлақ би, Сабырбай би, Қуандық ақын Сабырбайдың қызы осылай кете береді. Басқарып отырған мектеп мүдірі айтып кетті ғой, бірнеше 17 ақын бар деп. Сонда анау қу дауысты Құттыбай мен Ақтайлақ бабамыздың елшілік қызметі туралы қазіргі зерттеушілер бірнеше томдық кітап жазыпты. Қу дауысты Құттыбай мына іргедегі үлкен мемлекет саналады. Қытай еліне хандардың мемлекетті басқарып отырған адамдардың тапсырмасымен бірнеше рет елшілікке барған екен. Ақтайлақ би бір рет барғандығы туралы толық мағлұмат жазылыпты әлгі кітаптың ішінде. Сонда Ақтайлақ бидің бұлай көрікті, киген киімі, өзін ұстауы сөзі, оның мән мағынасы, жаңағы Қытайдың патшасы Лем Бәу деген 59 жыл басқарған тарихында атақты бір патшасы бар екен, сол кісі қонағасы беріп, сол жерде тәнті болыпты біздің Ақтайлақ би бабамыздың ғажаптығына. Содан ырза болғаны сонша сол өзі беріп отырған қонағасының үстінде
өзінің Қытай тілінде 5 ауыз өлең шығарды. Ол нені білдіреді? Ол мына біздің алақандай Үшбиік ауылының маңынан шыққан қазіргі бергі тарихта сөздері мен өлеңдері, биліктері халықтың жадында сақталған Ақтайлақ бидің қандай екендігін көрсетіп отыр. Өте сол заманда өте беделді, өте бір мықты би, ақын сондай адам болған. Міне тәуба мектебіміздің аты да сол атымен аталып отыр. Мекеңнің бір айтқан несін қосымша айта кетейін дедім. Көркем аудармасы қазақ елшісі Ақтайлаққа дейін. Бұл үші әрбірден кейін Ақтайлақтың өзінің тұрған тұрысына, бойына, сұңғақтығы, бұл үшінің кішілігі, былайша айтқанда. Сонысына разы болған ғой. Сонда ертең шырақ мерекесі дегенде елші келді ортамызға ат байлап. Күйші жылы шабыт өлең жаздырған Болатханның уәзірі екен Ақтайлақ. Қарашада атқа қоны біледен жол мұратын орындауға ай жүріп, мұнша шұғыл жету үшін Бейжіңге болдырды екен жолдағанша сәй күліп. Қазақ ханы Әбілмәмбет тағына ұлы Болат мұрагер деп тануға Ақтайлақта елші келіп құттықтап, хан атынан маған қолқа салуда. Елшілердің ердіктері әсерді, жарқын жүзбен шын көңілмен келіпті. Сұсты қабақ танытпадым оларға, ілтипаты көңілімді ерітті. Жошы біздің салтымызды біледі, бұрында бір келгені бар алқадым. Мол дастархан еселенген сый беріп, жат елді де жақын еттім баршаның. Көңіліммен жалғадым мен солайша шақырымды қаншамын. Деп мынау жағы 60 жылдай үкімет басқарған Қытайдың патшасының Ақтайлаққа шығарған өлеңін кім айтты? Шағатай несі тілін аударып, содан бері қарай қазақша аударылған несі мынасында көркем аудармасы. Бүгінгі мынау дөңгелек столымыздың тақырыбы тарих тағзым екен. Жаңа алдымыздағы ұсыныстаған ағаларымыз айтып өтті. Бұл біздің тарихымызды ары қарай өркендетіп дамыту үшін біздің азаматтарымыз рухы биік, сондай оқыған білімді азамат болу керек дейді. Ол үшін біз өзіміздің тарихқа үңіліп, артта өткен, бұрынғы өткен ата-бабаларымызды біліп, саралап, солардың жазып қалдырған бізге мұрасын ежелден жеке зерттеп біліп отырсақ, бұл сонда біз рухы мықты, жақсы, үлгілі азамат болып шығамыз. Ақтайлақ бабамыз, ол кісі шешен болған адам, ақын болған адам. Алдыңызда айтқан ағамыз айтып кетті, ол кісі Нарынбайдан тарайды, содан Құдауыс Құттыбай, одан Ақтан берді, одан өзінің ұрпақтары кетеді. Әлиев атамыздың енді үлкен еңбектерінің осы еді, жастайынан сондай зерек, алғыр болған, жақсы білім алған, сол өздігі тән бір нелерінде ол кісі қалайда басқа бір болыстың баласы оқу керек, бір болыстар жоғарғы орысша оқуға жеңбекші болған ғой. Ол жібермей, сол орнына әріпті жіберіп, әріп сол оқып, оқығандығының арқасында көп жерлерде дұрыс шешім қабылдап, өзіне де халыққа да жол көрсетіп. Енді ол кісінің несі тілмаштық қызмет атқарды, Қытайда жұмыс атқарды. Және Орал аға да айтып кетті, әріптен белгілі ол, яғни біздің Сергеев уезінен шыққан тілмаш екендігін. Ол кісі тілмаш болып жұмыс атқарып жүрген кезде, ол кісі жәнегі кеңес жұмысымен айналысты деген айыппенен, яғни жала жабылып 1882-84 жылдары уез басшысы Троицкийдің жаласымен ол кісі жәнегі бір ай лепсі түрмесіне жабылады. Одан кейіннен ол кісі түрмеден шыққаннан кейін жәнегі Қытай мен Шәуешек қаласында тілмаштық қызметін атқарып, үлкен жұмыстарды сол жақта атқарады. Сол жақта жүріп, ол кісі жәнегі қазақ балаларына деген оқу ағарту ісін жалғастырушы ретінде қазақ балаларына сол Шәуешек қаласында Торан деген жәнегі мектеп ашады. Одан кейін ол кісі жәнегі кейіннен қайтадан Алматы менен Бішкек арасындағы қызметтерде көптеген жұмыстар атқара жүріп, кейін осы өзіміздің жаңағы Еңрекей болысындағы
1887 жылы осы Еңерекей болысында хатшы болып жұмыс істеп жүріп, сол кезде Семей қаласының почта бастығымен тікелей қарым-қатынасқа түсіп, осы Ұзынбұлақ бекетінде, сол кезеңде Меңгезей деп аталған жерде жәнегі бастауыш сыныптық мектеп ашқан екен. Кейін бұл мектеп сол ақынның қыстағы Жыланды деген жерге қайтадан ауыстырылып, сол кісі өзі сол жерде сабақ берген деп жәнегі Ғабдылахмет атаның Тәуба деген кітабында осы жерлер кездестіріп жазылған. Тағы енді Дулат Бабатайұлы туралы айтатын болсақ, шынында да Зар-заман ақыны деп айттық, және сол Зар-заман ақындарының ішінде қазақ әдебиетінің поэма жанрын жәнегі алғаш болып негізін қалаған осы Дулат Бабатайұлы. Бұл кісі қазақ қалмақ соғысы тұсында ел қорғау идеясын, яғни халыққа жеткізуші ретінде танимыз біз ол кісіні. Ол кісінің сол кездегі Еспенбет поэмасы біз үшін өте құнды поэмалардың бірі. Яғни халыққа рух беру, олардың жігерлерін, намыстарын ояту мақсатында үлкен жәнегі бізге қалған қазіргі балаларға, яғни бізге қалған ең құнды деректерінің бірі деп біз біле аламыз. Одан кейін ол кісі және кеңес дәуірі кезінде хандық билікті аңсаған бірден бір жәнегі ақынымыз өз дәуірінде бұл естелікті сол кезде аңсап жазған жырлары жәнегі көп қудалауларға түсіп, жәнегі теріс бағаның арқасында теріс баға беріліп, кеңес үкіметі тарапынан және қудалауларға ұшырап, көп жырлары жарияланбай қалған. Енді осы Әріп Тәңірбергенұлының ең алғашқы өлеңдер жинағы «Ұмытпаңыздар мені» деген атпен 1972 жылы жарық көрген екен. Және де енді Абай жолымен байланыстыратын болсақ, Әріп ақынды былай суреттейді екен: жұрт көңілін көтерер жас пері, сыбанның жас ақында Әріп те бар. Алтын сары сақалды, кең қызыл жүзді, келбетті жігіт Әріп бүгін түстен бері отырыста арғы бергіден көп өлеңді жосылта айтты. Жас шағында қалада орысша оқыған, бұл кезде ел мырзасы болып, ән түзейтін, өлең жазатын сылқым сері жігіттің өзі осы Әріп деп Мұхтар Омархан Әуезов өзін Абай жолы романында Әріпті осындай сипаттама берген екен. Мұражай жұмысын жинақтауды бастаған кезде жаңа Орал айтып кетті, 17 ақынның шығармашылығын және жеке Әріп Тәңірбергенұлының шығармашылығын Еркін ағамыз, Еркін Жұмағұл өте мұқият зерттеді кезінде. Және осы мұражайдың ең бастапқы жәдігерлері, құжаттары бәрі Әріп Тәңірбергенұлының Түбек Байқошқарұлының портреттерінен соны Алматыдан жазғызып алып келіп осы мұражай ашам деп талаптанып, сол кісінің нелерінің құжаттарының негізінде біз 93 жылдан бастап жинай бастадық. Мектеп ұстаздары түгел қосылып, ауыл тарихы бойынша білетін деректерді жинақтадық. Енді 17 ақын шығармашылығын сол кезде жай ғана зерттеп қоймай, мектепке бізге әлі кітабы шыға салысымен алып келіп, осы Ақтайлақ бидің өлеңдерін ұрпақ білу керек, тәрбиелік мәні өте үлкен деп жаттап, оған жарыстар, сайыстар ұйымдастырып, қойылымдар қойып, Ақтайлақ бидің өмірінен мектебімізде осы Еркін Жұмағұлының бастамасымен басталды осы шаруа бізде. Туған жерге байланысты, Еркін Жұмағұловтың жаңағы шығармашылығына байланысты айналысып жатқан жұмыстар аудан деңгейінде жақсы орынға ие болып, облыс деңгейінде де орындарға ие болып жатқан қаншама жұмыстар бар. Сол балалардың қазір бір жұмыстарын қысқаша оқушыларымыз айтып өтсе, ол жұмыстардың барлығы да осы мұражаймен байланысты. Себебі ақпараттардың барлығын, деректердің барлығын осы мектебіміздің мұражайынан алады. Сәлеметсіздер, мен 11-ші сынып оқушысы Өмірбек Маружан. Жобамның тақырыбы Еркін Жұмағұлұлы ауыл Абай деп аталады. Жобамның негізгі мақсаты Хакім Абай мен Еркін Жұмағұлұлы өлеңдерінің арасындағы негізгі үндестікті саралау. Айта кетелік, Хакім
Абай Құнанбайұлының қалың елім қазағым қайрат жұртым өлеңі мен Еркін Жұмағұлұлының қазағым өлеңдеріне негіз нақты тоқталған болатынбыз. Сонымен қатар жобамның негізгі жаңашылдығы ол өзіңіз білетіндей Абай Құнанбайұлының өлеңдері қазіргі жас буынның санасында қалай мәңгі сақталса, осы Еркін Жұмағұлов ағамыздың да өлеңдері жастардың санасында, жадысында мәңгі сақталса екен дейміз. Биік қасиет қонған киелі өнер тақырыбында 2 жыл бойы осы аудандық ғылыми жобаға қатыстым. Жобамның негізгі дерлік барлық материалдары осы өзіміздің жеке бөлгетінің мұражайынан алып толықтырған болатынмын. Жобамда осы Арқарбай Жоқантайұлына да тоқталып өттім. Ол кісінің өмірін, ежелгі қасиетті киелі жерін дәріптеген болатынмын. Жобамның тағы негізгі тақырыптарының бірі осы Байғара бидің анасы, Ақтайлақ бидің әжесі Апатай. Апатайдың осы қонысы мен құлыптас орналасқан жеріне өзім барып қайтқан болатынмын. Ауылымыздан 40 шақырымдық жерде орналасқан екен. Бұл дүниеде не жақсы? Ашпай көрген жақсы, айтпай білген жақсы. Жақсы мен жаман арасын ойлап бақшы. Жақсы адам айтпай біледі, жаман адам нені сезеді. Жақсының сөзі өлмейді, жаман ашпаса көрмейді. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса нені береді. Жақсының сөзін тастама, жаманға мұнымды айтып қақсама. Көре алмаған ағайын не демейді, ағайынды асқа шақырма, еске шақыр, сүрінсең қолтығынан демейді. Жаман адам белгісі кемсінеді кедейді, жақсы адам белгісі кісі хақын жемейді. Жақсыны жәбірлеме, өлсе аруағы жебейді, жаманды тәуірдеме, ілмелеп сөзді елейді. Тәңірдің ісі таразы, кірге салып көп азды, жоқпен барды тенейді. Ақта жаман қар болар, құста жаман сар болар, екі жақсы қосылса, айырылмастай пар болар. Екі жаман қосылса, кең дүние тар болар, жаманға жақсы қосылса, жақсыға жаман ар болар. Дүниеде көрген қызығын татып өскен жар болар, татуын кетсе қолынан бір көруін зар болар. Қойда жаман ор болар, құста жаман тор болар, еккен егін шықпаса, елге келген сор болар. Бақыты таяр жігітке кесел бітіп пан болар, еңіреген ер туса, әділетті заң болар. Өлмей тұғын адам жоқ, өзгерместей заман жоқ, халыққа сөзім ұласа, кім айтқан деп сұраса, Ақтайда қатты шал болар. Жақсы, енді бүгінгі мына шарамыз, тарихқа тағзым атты шарамызда өзінің мәресіне келіп жетті. Жалпы енді тарихсыз халық болмайды. Сондықтан мына тарихты жасайтын да осы халық, тарихта өз бетімен жасалмайды. Мына жас ұрпаққа әсіресе көптеген жаңағы мәліметтер, мағлұматтар, деректер жеткізе білдіңіздер. Әрбір өлеңіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Уақыттарыңызды бөліп келіп, осы тарихымызбен бөлісіп, біздің жас зерттеушілеріміз, жас ақындарымыз жарқын болашақтарында осы қазақ елінің әлде жаңағы тарих қойнауында жатқан деректерімен сусындап, тарихты да өз деңгейіне жеткізеді деген ойдамыз. Сондықтан бүгінгі шараға келіп қатысқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге.